Ассалаумағалейкум қымбатты көрермендерім, сіздермен бірге мен Дарк. Бүгін деген осы көрерменнің сұрауы бойынша видео түсірмекпін. Біз деген енді бірінші бөлім болмақ, ал бірінші бөлімі эффект сиқырларды қалай істейтінін көрсететін боламын. Ал екінші бөлімде мен телепортацияны қалай жасау керектігін айтатын боламын. Әрине бізге бірінші команд блок керек. Өйстіп қоямыз. Команд блок үшін осыны жазу керек. Give ник, сосын F, сосын команд, сосын астыңғы сызықшаны қоямыз да блок. Ұмытпаңыздар, осылай алуға болады. Сосын болды, дален басамыз. Міне алдық мынаны. Алғасын енді осылай өсірсеміз. Осылай істейміз. Өзіміздің қоятын орныңызды таңдап аласыздар. Үйдің іші немесе тағы да басқа жерде олар бола береді. Ал көрсетейін. Ең біріншісі неден болса керек. Команд блокты өсіп қоямыз артқы жағынан. Мына жерден қарабастыр. Қалаған эффектіні қоюға болады. Эффект. Соңғы жердегі міне жазылып тұр ғой. Солардың бәрін қоюға болады осылардың ішіне. Ең бірінші мен нені қойсам болады? Левитационды қойын. Осыған жазасыздар. Эффект. Левитацион. Сосын қасына неше сағат, неше минут шыдайтын 999. Бұл шексіз болады әрине. Ал қасына 250-ге шейін баратындай сан қоюымыз керек. Мен өзім тез ұшпау үшін 2-ні қоя салайын. Әлде тез ұшама. Білмейткен, бірақ мен бұны көп қолданбаймын. Міне жаймен ұшып атыр. Осылай ұша береміз. Ал оны кетіру үшін сүт ішеміз, әрине. Білетін шығарсыздар, кейбіреулеріңіз әлде білмеулеріңіз де мүмкін. Мынаны ішеміз. Опа, эффектті кетіріп жібереді, достар. Мен бұның бәрін видеоға сыйдыра алмаймын, сондықтан тағы да бір-екеуін жасап көрейін. Ал екіншісін көрейік. Екіншісі мынандай болсын. Тез жүргізім өтпеді. Көрейік. Эффект. АМ. Эп. Хасте. И сосын не істейміз? Қасына 999 саламыз да 250 қоя салайын. Сосын істейміз ғой. Міне тез. Бұл выживание да бар ғой. Не ағаштарды бар ғой. Тез сындырады, қазір көрсетейін. Мен ағашты өсіріп жүрейін. Міне мен выживаниядамын. Ал міне эффект қосулы, шексіз болып тұр. Ал мына қара, спокойно ұраңғы. Кәдімгідей творческіде ұрғандай болып ұра беремін. Ал достар, келесіде тағы да түсіре беремін эффектілерді. Аны өйстіп жауып қойуға да болады. Өйстіп өздеріңізді қалағандарыңызша істеуге болады. Соларды қойып
орындарына қойып, ана жазуларды бағанағыдай айтқандай істеуге болады. Сосын жақсы. Ал достар, сіздермен бірге болған мен Қызылдарк, сау болыңыздар.